Қайырлы күн, құрметті ханымдар. Бүгін сіздерге қонақ келгенде жасалатын оңай салаттың рецептімен бөліскім келіп тұр. Ол үшін бізге тауықтың төс еті керек болады. Тауықтың төс етін пісіріп алғаннан кейін осылай ұсақ бөліктерге бөліп турап аламыз. Маған шанышқымен ыңғайлы болғандықтан осылай шанышқымен турап алдым. Дайын болған төс етімізді табағымызға салып аламыз. Келесі бізде кезекте керекті фасолімізді табағымызға салып аламыз. Одан кейін кинзамызды жақсылап жуып алғаннан кейін осылай ұсақ бөліктерге бөліп турап аламыз. Дайын болған кинзамызды да салатымызға қосамыз. Одан кейін бізде гранатты алдын ала тазалап алдым. Қызым көмектескендіктен ақтары араласып кетіпті. Оларды теріп алдық. Аздаған бөлігін алып қалдым салатымызды әрлеу үшін. Одан кейін бізде жаңғағымызды да осылай ұсақ бөліктерге бөліп турап аламыз. Осымен салатымыздың заттары дайын. Бізге енді керегінше горчица, қалауларыңызша тұз, майонезін қосып салатымызды жақсылап араластырамыз. Құрметті ханымдар, сіздерден өтінерім, мен каналымды жаңадан ашқандықтан сіздер маған комментарий жазып, лайк басып, қолдауларыңызды білдіріп отырсаңыздар деймін. Осымен салатымыз дайын. Алып қалған гранатыммен әрледім. Барлығыңызға ас болсын.